Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира. Бүгін сіздермен үй жағдайында балық қуыратын боламыз, және де балықтың ішіндегі қандай заты қуыруға болады, жеуге болады, қайсысы жеуге болмайтын, жарамсызын сіздерге толығымен түсіндіріп айтатын боламын. Осы каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін қарасаңыздар, барлығын толығымен түсіндіріп айтатын боламын. Бұл балықты мен базардан сатып алдым. 2 килограмм сазан балығын 3600 теңгеге, яғни килограммы 1800 теңгеге ірі сазан балығы сатылады. Ал сазанның майда балықтары 1200 теңге килограммы сатылады. Бұл оңтүстік бойынша базардағы баға. Бұл балықты базарда сізге сатушы бірден тазалап береді, қабығын, ішкі дүниесін барлығын, керек емесін тазалап береді. Балтамен шабылған жерлерін тазартып жуып болғаннан кейін өзіңіз пышақтың көмегімен бөлшектерге бөліп алсаңыз болады. Духовкада пісіруге де болады, және де майға да қуыруға болады. Бұл балықты мен бүгін сіздерге балықты қуырып көрсететін боламын. Бұл балықты турап болғаннан кейін тұздап, дәміне қарай тұз бұрышын салсаңыз болады. Мен бұл кезде тек қана тұз сеуіп қана қоятын боламын. Дәміне қарай тұзбен қоса басқа да дәмдеуіштер қосып тұздасаңыз болады. Балықтың екі бетіне көз мөлшеріне қарап тұзды сеуіп шамамен 20-30 минутқа қалдыратын боламыз. Енді балықтың ішіндегі осындай уылдырығы, молокиін тұздайтын боламыз. Бұл балықтың ішіндегі ақ нәрсе, ол орысша молоки деп аталады. Қазақшасын білмедім. Бұл екеуі екі түрлі балықтан шығады. Ақ нәрсе молоки бір балықтан, уылдырық келесі басқа балықтан шығады. Уылдырық ол кәдімгі уылдырық шашатын ұрғашы балықтан шығады деп айтайын қазақша. Ал ақ ол еркек балықтан шығады. Осы екеуінде жеуге жарамды, екеуінде көз мөлшеріне қарап тұздап, оны да аз уақытқа қалдыратын боламыз. Тұздағаннан кейін уылдырықтан осындай су бөлініп шығады. Біз оны суын сүзгіден сүзіп қоятын боламыз. Сонда қуырғанда суы шашырамайды. Балықты қуыру үшін осындай терең шұңқыр табаға көп мөлшерде майды құйып, балығымыз батып тұратындай болу керек. Және де балықты ұнға аунатып, қызып тұрған қатты отқа балықты қуыратын боламыз. Кәдімгі бауырсақ қуырғандай осылай шыжғыратын болады. Балықтың көп салып қажет емес, шамамен 3 балық салсаңыз жетеді. Өйткені көп балық салатын болсаңыз, майыңыз қатты қызбай, дұрыс қуырылмай қалатын болады. Шамамен бір бетін 5 минут, келесі бетін 5 минуттай аударып қуыратын боламыз. Қатты отта екі беті таза қуырылған балықтың түсі осындай қызғылт, әдемі болып шығады. Оны ақырындап майын ағызып, сүзіп аламыз. Және де артық майын сіңіру үшін астына салфетка немесе газет төсеп қоямыз. Және де келесі біз молоки мен уылдырықты қуыратын боламыз. Ода ешқандай қиындығы жоқ. Жай ғана осы молокиді қызып тұрған майға салып, ақырындап қуырып аламыз, және де оны да осылай сүзіп аламыз. Барлығын видеодағыдай жасасаңыздар ешқандай қателеспейсіздер. Уылдырықты қуыратын кезде уылдырыққа аздап жұмыртқа қосып жіберсеңіз болады. Және де шанышқымен жақсылап араластырып, аз мөлшерде уылдырықты салып қуырған жақсы. Мен ешқандай жұмыртқа қосқан жоқпын, және де қасықтың көмегімен майға осылай салып қуырдым. Менің уылдырығым осындай қалыңдау, жуандау болып шықты. Оны таза қуырмасаңыздар ортасы толық піспей қалады. Қуыратын кезде жіңішке етіп салған дұрыс. Бүгін сіздерге балықты екі түрлі әдіспен қуырып көрсеттім. Біріншісі ұнға аунатып қуырдым, екіншісі ұнға аунатпай өзін ғана қуырдым. Бұл балық бізде ұнға аунатылған балық болатын. Ішін қараңыздар, толығымен барлығы піскен, қызарған жері жоқ, сочный, әдемі болып шыққан.
Бізде ең тез пісетін ол молоки, және де балықпен бірдей уақытта пісетін уылдырық. Оны да жіңішке етіп пісірмесеңіз, ортасы піспей қалуы мүмкін. Ал бұл видеодағы балықты біз ұнға аунатпай қуырған болатынбыз, және де уылдырығымыздың ортасы осындай болып піскен. Егер піспей қалатын болса, ортасы қоңыр түсті болып қалады. Уылдырықты өте жіңішке, жұқа етіп пісіруді ұмытпаңыздар. Балығымыздың да ортасы толығымен піскен. Бұл бізде ұнға аунатылмаған балық. Барлығының тұзы өте керемет болып шыққан, дәмі де әдемі, толығымен піскен. Әсіресе осы молокидің дәмі өзіме қатты ұнайды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Осы кеңес нұсқауларым ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.